Баршаңызға сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Менің есімім Жазира. Бүгін мен сіздермен осындай ерекше дәмді салаттың рецептісімен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Салатқа керекті заттар: алдын ала пісіріп алған тауық етіміз бен жұмыртқа, қызанақ, қияр, аскөк, татты бұрыш және жүгері, майонез қажет болады. Қызанағымызды осылай видеода көрсетілгендей турап алатын боламыз. Қиярды да дәл солай турап шығамыз. Егер сіздерге осы салатты қонақ келгенде молдау жасау қажет болатын болса, құрамындағы заттарды 2 еселеп жасасаңыздар болады. Өте дәмді әрі ерекше болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Тәтті бұрышымызды да осылай видеодағыдай турап шығатын боламыз. Пісіріп алған жұмыртқамызды майдаламаймыз, осылай видеода көріп тұрғандарыңызға үлкендеу қылып турап шығамыз. Енді алдын ала пісіріп алған тауық етімізді тураймыз. Аскөгімізді турап барлығын ыдысымызға салып, жүгерімізді, майонез салып, міндетті түрде тұзымызды салып, жақсылап араластырамыз. Мендегі бұл рецептімен 2 тарелка салат шықты. Мінекей достар, өте дәмді болып шығады. Менің рецептімен міндетті түрде жасап көріңіздер. Егер де видео ұнаса, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Астарыңыз дәмді болсын.